Бәріңе сәлем. Сіздермен бірге мен Нұрмат Қымбат. Бүгін біз сөйлем түрлерімен танысатын боламыз. Біздің жоспарымыз сөйлем туралы жалпы түсінік, мақсатына қарай сөйлем түрлері, құрылысына қарай сөйлем түрлері, жақты, жақсы сөйлемдер, жақты сөйлемнің түрлері, толымды, толымсыз сөйлемдер, жай және де құрмал сөйлемдер. Сөйлем түрлерін қайталау мен тапсырмалар, қорытынды және ережелерді жинақтау. Сөйлем туралы түсінік, жалпы түсінік, сөйлем аяқталған ойды білдіретін сөздер тізбегі. Сөйлемде белгілі бір интонация және грамматикалық байланыс болады. Сөйлемнің ең кемі бір бастауышы мен баяндаушы не олардың біреуі болады. Сөйлем жазба тілде бас әріптен басталып, соңында тыныс белгісі қойылады. Сөйлемдер мазмұнына, құрылымына және айтылу мақсатына қарай түрліше жіктеледі. Мақсатына қарай сөйлем түрлері хабарлау, сұрау, бұйыру, лептеу, яғни хабарлы сөйлем, сұрау сөйлем, бұйрық сөйлем, лепті сөйлем. Хабарлы және сұрау сөйлемдер. Хабарлы сөйлем дегеніміз ол бір нәрсе туралы жай ғана хабар, мәлімет береді. Сұраулы сөйлем ол ақпарат алу үшін қойылған сұрақты білдіреді. Хабарлы сөйлем соңында нүкте қойылады, ал сұраулы сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, бүгін күн жылы, яғни бұл хабарлы сөйлем. Оның соңында тыныс белгі нүкте болады. Бүгін күн жылы ма? Яғни ол сұрақ қою арқылы болғандықтан оған біз сұрақ белгісін қоямыз. Лепті және бұйрық сөйлемдер. Лепті сөйлеміміз дегеніміз жаңағыдай ол қуану, ренжу, таңдану сияқты сөздер күшейтіп білдіреді. Ал бұйрықты сөйлеміміз бұйыру, тілек, өтініш және білдіреді. Мәнін білдіреді. Көбіне леп белгісі немесе нүкте қойылады. Мысалы, қандай әсем табиғат, яғни бұл қандай әсем табиғат, ол адамның көңіл күйін білдіріп тұрғандықтан біз оған леп белгісін қоямыз. Кеттік, жолға дайындал. Бұған да тоже леп белгісі қойылады. Бұйрықты сөйлемге де. Құрылысына қарай сөйлем түрлері жай және де құрмал сөйлемдер. Жай сөйлемдер бір ғана грамматикалық негізден бір бастауыш, бір баяндауыш тұрады. Ой бір ғана ситуацияны білдіреді. Құрамында толымды не толымсыз мүшелер болуы мүмкін. Мысалы, балалар ойнап жүр. Құрмалы сөйлем екі не одан да көп жай сөйлемнен құралады. Әр бөлігінде жеке бастауыш, баяндауыш болады. Бөліктер интонация, жалғаулықтар арқылы байланысады. Мысалы, күн шығып, құстар ән сала бастады. Жақты және жақсы сөйлемдер. Жақты сөйлем бастауыш ашық айтылады немесе оңай анықталады. Яғни жақты сөйлемде бастауыш міндетті түрде болады. Іс-әрекетті кім не істегені белгілі болады. Мысалы, мұғалім сабақты түсіндірді. Кім түсіндірді? Мұғалім. Жақсы сөйлем ісі иесіз сөйлемде көрсетілмейді, белгісіз немесе маңызды емес. Баяндауыш көбіне болжалдық, қажет, керек сияқты сөздермен аяқталады. Мысалы, бүгін жиналыс болды. Бастаушының қатысуына қарай жақсы сөйлемнің жасырын түрі бастауыш сөйлемде аталмайды, бірақ баяндауыштан аңғарылады. Көбіне екі жақ жекеше, көпше тұлға кетістен беріледі. Мысалы, кітапты ашып, 5-ші жаттығуды орындаңдар. Келесі толымды және толымсыз сөйлемдер. Толымды сөйлемдер сөйлемнің мағынасының қажетті мүшелерінің бәрі бар, ойы толық, анық жеткізіледі. Мысалы, оқушылар сабаққа ерте келді. Яғни толымды дегенімізде ол бастауыш пен баяндауыш бар деген сөз. Ал толымсыз сөйлем дегеніміз кейбір мүшелер түсіріп айтылады. Түсіп қалған мүше контекстен белгілі болды. Қайда барасың? Мектепке. Қолдану орны толымсыз сөйлем көбіне диалогты жиі кездеседі, ал әңгімелеуде ойды қысқа, ықшам жеткізуге көмектеседі. Толымды сөйлем ресми, ғылыми стилде жиі қолданылады. Сөйлем түрлеріне қысқаша солу, мақсатына қарай хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдер, ал интонациясына қарай хабарлы және лепті интонация түрлері, құрылысына қарай жай және құрмалы сөйлемдер. Бастаушының қатысуы жақты және жақсы сөйлемдер, ал толымдылығына қарай толымды, толымсыз. Стильдік қолданысы әртүрлі сөйлеу стилінде жиі қолданылады. Сөйлем түрлерін салыстыру, мақсат және интонация. Хабарлы, мен кітап оқып отырмын, ал сұраулы, сен кітап оқып отырсың ба? Лепті, қандай қызық кітап? Бұйрықты, кітапты мұқият оқы. Құрылымы және толықтық. Жай сөйлем асан келді, құрмалы сөйлем асан келді де бізді шақырды. Ал толымды, бүгін ауа райы тамаша болды. Толымсыз, қайда? Үйге. Қойылатын сұрақтар. Сөйлем түрлерін қалай оңай есте сақтауға болады? Сұрақ қой. Не мақсатпен айтылған? Қанша? Негіз бар? Бастауыш бар ма? Ой толық бар ма? Осы 4 бөліммен анықтауға болады. Хабарлы және лепті сөйлемдерді қалай ажыратамыз? Хабарлы сөйлем дегеніміз, яғни ол жерде тек қана бір нәрсені айта салады, тек қана бір нәрсені хабарлайды. Ал лепті сөйлем дегеніміз ол жаңағыдай көңіл күймен, интонациямен айтылатын сөздер. Жақсы сөйлемде бастауыш мүлде болмай ма? Бастауыш грамматикалық түрде берілмейді, тек қана іс-әрекетті немесе жағдай айтылады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.